Баршаңызға сәлем бердік. Амансыздар ма? Бүгін менің екінші анамның туылған күні. 69 жасқа толып отыр. Сіздермен бірге сол туған күнге дайындалайық. Кеттік. Ең бірінші самса, себебі мереке күніне дейін қатырып қою керек. Менің үйімде фабрика па самсам ашылған сияқты болды ғой. Өзіме біреу арнайы тапсырыс бергенде молынан жасаппын самсаны. Самса дайын, тоңазытқышқа жібердік. Ертең көп уақытым кетпейді, духовкаға салып алсам, болғаны самсам дайын. Самса жасау қолды байлайтын жұмыс болғандықтан ертең точно үлгермейтін едім, сондықтан бүгін жасағаным өте дұрыс болды. Ерекше сыйлыққа көшейік. Ақшадан гүл. Бұрын TikTok'ты көріп, қалай істейді екен деп ойланып жүргенмін. Енді міне мамамның туған күніне жасау бұйырған екен. Мамама арнайы сүйікті анашыма деген топер алдым осындай кондитерский дүкендерден. Сосын артындағы жасыл зат оазисті таппай біраз қиналдым қыздар. Бірақ нәтиже огонь болды ғой. Шынымды айтсам, өзім сыйлыққа қатты қызығып кеттім. Ал сіздерге менің сыйлығым ұнады ма? 1-ден 10-ға дейін бағасын жазыңыздар. Сонымен қатар мамама бергендегі реакциясын көргілеріңіз келсе, видеоны соңына дейін көріңіздер. Бұл видео десерт фабрикасы деп аталады. Сметаник пен карамель пирогын жасадым. Маған өте қатты ұнайтын, дәмі торттардан асып түсетін және бір қамырдан 2 түрлі пирог шығаратын керемет рецепт бұл. Егер сізде осылай пирог жасағыңыз келсе, менің YouTube каналымда тегін онлайн мастер-класстың видеолары бар. Соларды көріңіз, бір жасағаннан 100% шығады. Ал енді ең жауапты сәт, менің алғашқы үлкен туған күнге арналған тортым. Молочная девочка торты 4,5 килограмм. Мен тәжірибелі кондитер кейпінде кірісіп кеттім. Бірақ іс жүзінде қолымда миксер, ал аузымда тек дұға болды. Жақсы керемет ойдағыдай сыншы деп. Бір қабатын пісіріп алып, вау, күшті шығып тұр десем, екінші қабатым күйіп кетті. Крем жағу процесі нағыз медитация процесі ғой. Енді кішкентай тәттілер, вубипай пирожные. Кішкентай бірақ тәттілікте үлкен чемпион десерттердің бірі. Қамыры жұмсақ, кремін тәп-тәтті, ал мен 5 сағаттан бері пештің алдында тұрмын. Бірақ бәріне тұрарлық болды. Енді үлкен финал, тортты жинау. Барлық қабаттар пісіп, суып, крем дайын тұр. Қабатты салғанда бірі тең, бірі қисық, енді бірі үлкен, бірі кішкентай болып қалды. Бірақ бұл менің алғашқы 4,5 килограммдық махаббат пен стресстен туған тортым. Соңында тортқа қарап тұрып, өзіме риза болдым. Міне бітті, ертеңгі туған күнге дайынмын. Дегенмен, ертең тағы да таңнан бастап менің адресім кухня болмақ. Таңертең ерте тұрып алдым. Кешегі торттың иісі мұрнымнан, ал стресі жүрегімнен әлі кетпеген. Қалай шығады екен деп уайымдап. Все-таки алғашқы үлкен 4,5 килограммдық торт болғандықтан. Бірақ уақыт жоқ. Бүгін енемнің туылған күні. Дайындықтың екінші кезеңі басталды. Алдымен духовка бос кезде тауықтың голенін пешке салдым. Пеш жұмыс істеп жатыр, менің аузым да, мен де жұмыс істеп жатырмын. Қазір духовканы ашқанда иісі мұрныңа келгенде вау деп қойыңдаршы. Ас атасы нан деп пісіру жұмысын нан мен бауырсақтан бастадым. Нанды кішкентай золаларға бөліп, жұмыртқа жағып, голен пісем дегенше көп ысытып қойдым. Мінекей менде осындай кішкентай алтыннан шықты. Бұл нандар маған молынан жетеді. май
қызды ма қызбады ма, қашан салам қашан аунатам деген логикамен мен бауырсақтың нағыз архитекторына айналған шығармын. Ыстық бауырсақтың иісі ерекше ғой, иісі керемет болып шығып тұр, жұмсақ болып пісті. Мінекей менің бауырсақтарым пісті, жұмсақ, дәмі өте керемет. Газ босады, енді нандарды салып алсам піседі. Мінекей салдым, алдым, пісті. Ал енді мантылар. Қамырын илеймін, ішін дайындаймын, фарштарын, пияздарын турап, қолым ұн, орамалым ұн, тіпті телефон да ұн болды ғой. Бірақ келін мықты тіршілік иесі, сондықтан бәріне үлгерем деген миссия болды менде. Кеше қатырып қойған самсалар бүгін дастарханымызда звезда болады. Бүгінгі уақытым самсаға кетпеді, бірақ дастарханның төрінде күлімдеп самса тұр. Пешке салдым, 20 минутта все, самсам дайын. Қандай керемет. Замороженный самса негізі жасап тұрған дұрыс. Тем более қонақ келетін кезде уақытыңыз вообще тығыз болып кетеді ғой. Алтын түсті иісі керемет самсаларымыз дайын болады. Енді финал, тортты безендіру. Өзімді дизайнер сезіндім бар ғой. Бір жеріне крошка, бір жеріне крем, енді бір жеріне махаббат жағып әлекпін. Бітті, енді торт дайын. Қалай ойлайсыздар, торт мамама ұнайды ма? Кондитерский дүкеннен арнайы осындай жейтін қылып қағаз шығартып алдым. Және артылған кремдерімді осындай гүл, жүрек сияқты қылып жан-жақтарына жағып шықтым. Ең аяулы жанашыр, жаннатымсың анашым, шуақ шашып нұрын төккен қымбаттымсың бар асылдан, туған күніңізбен анашым деген жазудың болғанын қатты қаладым. Осы сөздермен сіздерге балдарыңыз, келіндеріңіз торт сыйлап торт жасаса сіздер қандай сезімде боласыздар? Оны да комментарияға жазыңыз. Тортты жасап болған соң қызығы үшін весыға қойсам 4,5 килограмм шықты ғой. 4 кило 579 грамм, 580 грамм. Подложкасын граммын алып тастаған кезде ровно 4,5 килограммдық торт. Осындай болып шықты менде. Кішкене қисықтықтары бар, бірақ өзім үшін бұл үлкен жетістік. Менің ең алғашқы үлкен тортым. Мінекей самсаларым да алтын түстес болып пісіп шықты. Иісі өте керемет, сап-сары болып әдемі болып пісті. Кеше жасаған пирожныйлар да дайын тұр. Енді негізі қонақ күтуден бір күн бұрын барлық тәттіні, әсіресе тортты жасап қойған дұрыс. Себебі корж бен крем бір-біріне сіңіп тұрса, торттың әрбір тілімі жұмсақ, тәтті болады сөзсіз. Олардың кремін жинап, үстіне аздап шоколад пен ганаш жасап, бетіне клубника және кивимен безендіріп шықтым. Әдемі, дәмді, хош иісті нағыз үйдің тәттісі болды. Енді соңғысы мантылар. Мен келін олимпиадасында бірінші орында тұрған шығармын осы бүгін. Түйіп, пісіріп, үстелге дайындап қойдым.
Осымен дайындық ресми түрде аяқталды. Барлығы дайын: торт, самса, десерттер, бауырсақ, манты бәрі махаббатпен жасалған. Екінші бөлімде енемнің реакциясы, қуанышын, күлкісін көретін боласыздар. Сол себепті екінші бөлімді өткізіп алмаңыздар. Ровно 24 сағатта осы видео жақсы просмотр жиналса, ертең кешкі 20:00-де салатын боламын. Кеттік, просмотрды көбейтіп, жақындарыңыз, туыстарыңыз қандай чат бар бәріне лақтырыңыздар. Және ең бастысы, менің арнама тіркеліп, ютубтан Мадинадан рецепт деп жазыңыз, немесе лайк басып, комментария жазып, және ең бірінші колокольчикті басып қойсаңыз, мен салған рецепт видеоларды бірінші болып көретін боласыздар. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Мадина. Екінші бөлімді асыға күтіңіздер.